Ақниет пен Аяулымның Ақбауыр үңгіріне саяхаты. Олар таулы өлкеде орналасқан бұл таңғажайып жерді зерттеуге аттанды. Алда оларды қандай құпиялар күтіп тұрғанын көрейік. Оқушылар, бүгін біз Қазақстанның ерекше табиғи және тарихи орындарының бірі Ақбауыр үңгірі туралы қысқаша танысамыз. Ақбауыр үңгірі Шығыс Қазақстан өңірінде орналасқан көне тарихи мәдени ескерткіш. Мұғалім, бұл үңгірде не бар екен? Бұл үңгірдің қабырғаларында ежелгі адамдар салған суреттер, яғни петроглифтер кездеседі. Оға, қандай қызық, қараңдаршы. Иә, дәл солай. Олар арқылы біз мыңдаған жыл бұрын өмір сүрген адамдардың тұрмысы, дүниетаным және табиғатқа деген көзқарасы туралы біле аламыз. Ақбауыр тек үңгір ғана емес, сонымен қатар киелі әрі жұмбақ тарихқа толы орын. Сондықтан біз мұндай тарихи жерлерді қорғап, құрметтеуіміз керек. Бұл суреттер өте көне сияқты. Сонда адамдар осында тұрған ба? Барып көрсекше? Кеттік! Біз шынымен бұл үңгірге бара аламыз ба? Әрине, Ақбауыр үңгірі тылсым сырға толы. Біз зерттеуші боламыз. Бұл нағыз шытырман болады. Жақсы, барып келіңдер! Сәт сапар, достар! Рахмет! Көп нәрсе үйренеміз. Саяхат басталды. Қарашы, табиғат қандай әдемі! Иә, ғажап, біз жақындап қалдық деп ойлаймын. Мен қатты толқып тұрмын. Вау, бұл жер керемет екен. Табиғат қандай әдемі. Мынау нағыз тарих сияқты. Ақниет, қарашы, ішке қарай жүрейік. Иә, бізге қызық қой. Кеттік, бірге кірейік. Қарашы, жарық сәулесі түсіп тұр. Аяулым, іші сәл қорқынышты екен. Ақниет, қорықпа, бірге зерттейміз. Жарайды, сенімдімін. Алға, жаңа суреттер табуымыз керек. Иә, қандай қызық. Нет, мынау бұғыға ұқсайды. Ал мынау арба мен сиырдың суреті. Мына дөңгелектер күнді білдіруі мүмкін. Бұл таңбалардың сыры қандай екен? Ақниет, қарашы, қабырғадағы суреттерді көрдің бе? Иә, бұл петроглифтер. Мынау адамдардың бейнесіне ұқсайды. Бәлкім олар өз өмірін немесе аңшылықты бейнелеген шығар. Мен суретке түсіріп алайын, ұмытылып кетпесін. Ал мен жазып алам ежелгі адамдардың өмір туралы дерек. Тамаша, енді тарихты зерттейміз. Иә, бұл өте қызық. Қызық. Олар осында отырып аспанды бақылаған болуы мүмкін бе? Иә, мүмкін бұл жер олардың құпия зерттеу орны болған шығар. Біз де кішкентай зерттеушілер сияқтымыз. Дәл солай өткенді зерттеп жатырмыз. Мына суреттер қандай ғажап. Иә, біз олардың құпиясын ашамыз. Ақниет, қарашы, мына жерден бірдеңе көрінді. Тоқта, жақынырақ қарайық, бұл жайтас емес сияқты. Шынымен, бетіне белгі бар ғой. Қарашы, бетінде белгі бар. Өрнекке ұқсайды. Мүмкін бұны адамдар қолымен жасаған. Фотоға түсірейік, дәлел керек. Ал мен жазып аламын. Табылған зат ерекше белгісі бар тас. Мынау тағы қызық, формасы өзгеше екен. Біз нағыз археологтар сияқтымыз? Иә, өткеннің құпиясын ашып жатырмыз. Кішкентай қауіпсіз бөлігін ғана дорбаға салай, кейін зерттейміз. Бұл біздің ең маңызды олжамыз болуы мүмкін. Иә, абай болайық. Қарашы, қандай таңғажайып. Бүгін керемет күн болды. Көп нәрсе үйрендік. Түсірген видеоларымызды қайта қараймыз. Иә, бәрі есте қалады. Ал, Ақниет пен Аяулым, не білдіңдер? Біз Ақбауыр үңгірін зерттедік. Онда ежелгі адамдар қалдырған суреттер бар. Біз петроглифтерді көрдік, фотоға түсірдік. Олар ежелгі адамдардың өмірін көрсетеді. Жарайсыңдар, нағыз зерттеу жасапсыңдар. Кейде ең үлкен сабақ сыныпта емес, саяхатта басталады.